Сәлеметсіздерме? Менің есімім Жұмақадыр Гүлбаршын. Мен Алматы облысы, Еңбекші Қазақ ауданынан Павлодар облысы, Көктөбе Май ауданына ішкі көш бағдарламасымен келдім. Келгеніме 3 жыл болды. Келіп, үкіметтің тиімді саясаттарынан пайдаландық. Үй берді, квотасын берді, қайтарымсыз грантын алдық. Енді сол қайтарымсыз гранттың арқасында бізде өзімізге нанымызды тауып жеп отырмыз. Сіздер де келулеріңізді үміт етеміз. Келіңіздер, ешқашан қобалжымаңыздар. Келіп, шаруашылық жағынан болса да, кәсіп жағынан болса да, үкімет өздері жағдайларыңызды міндетті түрде жасайды. Біз Мәнсап орталығының арқасында ешқашан қиналғанымыз жоқ. Өздері жол көрсетіп, ал енді сыртқы көшпен келіп жасаңыздар, қандас куәліктеріңізді, одан кейін жартылай азаматтарыңызды, одан кейін азаматтықтарыңызды аласыздар. Бәрі тиімді. Қай жер қолайлы болса, сол жерге келсеңіздер болады. Сіздерді қарсы аламыз, келіңіздер. Ешқашан қобалжымаңыздар, бәрі жақсы. Саламатсыздар, менің есімім Мәділер Санат. Мен ішкі көші-қон бағдарламасы бойынша Алматы облысы, Еңбекші Қазақ ауданынан қазіргі таңда осы Павлодар облысы, Май ауданы, Көктөбе ауылына қоныс аудардым. Осы Мәнсап орталығының арқасында түрлі көмектер көрсетіп, қайтарымсыз гранттарды алып жатырмыз. Көмектесіп үйімізді алып берді. Сол қайтарымсыз гранттың арқасында өз кәсібімізді бастап, нәпақамызды тауып жүрміз. Сіздерге кеңесім, көшіп келіңіздер, қорықпаңыздар. Үй алсаңыздар да бүткіл бәріне көмек көрсетіледі. Қайтарымсыз грант алып өз кәсіптеріңізді бастасаңыздар болады. Келіп, жаңа өмір бастасаңыздар болады деген сияқты. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Мен Рахат Шауки боламын. Оңтүстіктен солтүстікке отбасыммен көшіп келгенмін. Қазіргі таңда Павлодар қаласы, Май ауданы, Көктөбе ауылында тұрамын. Келгеніме 4-5 жыл болды. Келген бері көптеген көмектер алдым үкіметтен. Грант алдым. Гранттың арқасында жұмысымды дөңгелетіп жатырмын. Бұл жақта негізі мал шаруашылыққа өте қолайлы жер. Малдарымыз да өсті. Бала-шағамыз да бәрі мектепте жақсы оқушы болып жатыр. Өте тамаша жер. Бүкіл қазақ елін осы жаққа көшіп келуге шақырамын. Мен Нұрлан Өнержан, Алматы облысы Жұмағаш ауылынан, Павлодар облысы Майский Көктөбе ауданына көшіп келіп, Мәнсап орталығының қолдаулары арқылы өзімнің осындай бір кішігірім кәсіпті ашып, жұмысымды жүргізіп жатырмын. Көктөбе ауылының халқы Ақкөл, Аш-Жарқын, Ерді, осы ауданға келіп есі қоныстанып, өз кәсіптеріңізді бастауға шақырамын.